Уа Мұхаммед, біз Нұхқа һәм одан кейінгі пайғамбарларға уахи түсіргеніміздей саған да уахи түсірдік. Сондай-ақ Ибрахимге, Исмайылға, Исхаққа, Яқубқа және оны ұрпақтарынан яһуди тайпаларына жіберілген пайғамбарларға, Исаға, Аюбке, Юнусқа, Харунға және Сүлейменге де уахи түсірдік. Дәуітке де уахи түсіріп, Забурды бердік. Сондай-ақ бұдан бұрын өзіңе жай күйлерін баяндап берген пайғамбарларымызға уахи түсіргеніміздей жай күйлерін саған баяндамаған басқа да көптеген пайғамбарларымызға да аян беріп уахи түсірдік. Һәм Алла Мұсамен тікелей сөйлесті. Осынау пайғамбарлардан кейін адамдардың Аллаға айтар уәжі болмас үшін барлық пайғамбарларды ізгі жандарды жұмақпен сүйіншілеуші және қасарыспа кәпірлерге ақыреттегі азаптың тым ауыр екенін айтатын ескертуші ретінде жібердік. Алла әзиз, бәрінен үстем, ұлы һәм хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған ысқан даналық иесі. Уа Мұхаммед, адамдар сенсе де, сенбесе де Алла саған түсіргендерінің хақ екендігіне өзі куә болады. Оны саған өз ілімі негізінде түсірді. Бұл ақиқатқа періштелер де куә болуда. Анығында әр ақиқатқа бір Алланың куәлігі жеткілікті. Ендеше өзіңе түскен осынау ақиқатты мойындамай күпірлік қылғандар һәм ел жұртты Алланың ақ жолынан қақпайлайтындар шүбәсіз ақиқаттың ауылынан мүлдем алыстап қатты адасты. Күпірлік қылғандар және өзгелерді тура жолдан қақпайлау арқылы қиянат жасағандар бар емес пе? Міне соларды Алла әсте кешірмейді және жолға салмайды. Оларды тозақтың жолына ғана салады. Олар онда мәңгі бақи қалады. Бұл Алла үшін бұйым емес. Уа адамдар, Алла елшісі сендерге Раббыларының хақты, ақиқатты жеткізді. Ендеше оған иман келтіріңдер. Солай істегендерін өздерің үшін жақсы болмақ. Егер ақиқатқа сенбей күпірлік қылсаңдар, онда біліп қойыңдар. Алла сендердің имандарыңа да, құлшылықтарыңа да мұқтаж емес. Өйткені күллі аспан әлеміндегінің һәм жердегінің бәрі бір Аллаға тиесілі. Алла әлим, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Ей кітап иелері, діндерінде шектен шықпаңдар. Және Алла хақында ақиқаттан өзгені айтпаңдар. Мариям ұлы Иса Мәсіх тек Алланың елшісі әрі Мариямға тастаған сөзі ғана. Сондай-ақ ол Алладан келген рух. Ендеше Аллаға һәм пайғамбарларына иман келтірдіңдер. Құдай үшеу деп айтпаңдар. Өздеріңе жақсылық тілесеңдер, олай айтуды доғарыңдар. Алла жалғыз Құдай, ол мінсіз, оның баласы болуы мүмкін емес. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе бір өзіне тиесілі. Өкіл ретінде Алла жеткілікті, яғни Алла жаратуда жаратқандарын жүйеге салуда һәм басқаруда ешқандай өкілге мұқтаж емес. Мейлі Иса Мәсіх болсын, мейлі Аллаға ең жақын періштелер болсын. Аллаға құл болуды ар көріп, құлшылық етуден қашпайды. Кімде-кім оған құл болуды ар көріп, құлшылық етуден қашса, әрі тәкаппарланса, біліп қойсын, жақында Алла олардың барлығын жауапқа тарту үшін дәргейінде жинайды. Ал иман келтіріп, игілікті істер істегендердің сауабы толық береді. Тіпті шексіз шарапаты мен қарымдарын артығымен қайтарады. Ал құлшылық етуді ар көріп, тәкаппарланғандарды жан төзгісіз азапқа салып жазалайды. Сонда олар Алладан басқа өздеріне қорған болар бірде-бір дос та, қол үшін берер медеткер де таба алмайды. Уа адамдар, шүбәсіз сендерге Раббыларынан айқын да нақты дәлел келді. Һәм сендерге барлық анық көрсетіп, жолдарында жарық ететін нұр түсірдік. Аллаға иман келтіріп, одан бір сәтке де ажырамағандарды Алла өзінің шексіз мейірім мен шарапатына бөлейді. Және өзіне төтесіне жеткізетін тура жолға салады.
уа Мұхаммед, олар сенен артында әке де бала да қалмаған марқұм жайлы пәтуа сұрайды. Оларға былай айт: Алла сендерге артында әке де бала да қалмаған марқұмның мұрасы жайлы мынадай үкім айтады. Артында бала қалмаған, әкесі де өзінен бұрын қайтыс болған ер кісі қайтыс болып, артында туған немесе бір әкеден жалғыз қарындасы яки әпкесі қалса, қалдырған мұраның тең жартысы соған тиесілі, ал қалған жартысы әке жағынан жақындарына тиесілі. Ондай жақындары болмаған жағдайда қалған мұра түгелдей қарындасына тиесілі болады. Ал керісінше оның туған немесе бір әкеден жалғыз қарындасы яки әпкесі артына бала қалдырмай дүниеден озса, қалдырған мұрасын бір өзі иемденеді. Егер марқұмның артында туған немесе бір әкеден екі қарындасы яки екі әпкесі қалса, олар бауырларынан қалған мұраның 3/2 бөлігін алады. Ал егер марқұмның артында туған немесе бір әкеден бауырлары мен әпке қарындастары қалса, мұндай жағдайда еркек кіндік мұрагерге әйелден 2 есе көп үлес тиеді. Мұра мәселесінде шатасып қателік жасамауларын үшін Алла сендерге міне осы үкімдерді бүге-шүгесіне дейін ашық баяндайды. Алла барлық нәрсені білетін шексіз ілім иесі.